Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен МСМ. Бүгін біз өзіміздің керемет выживаниямызды жалғастыратын боламыз. Выживанияның аты қауіпті әлем. Так, достар, енді осы серияда біз шахтаға баратын сияқтымыз ғой, себебі маған көптеген ресурстар қажет. Енді мен бұлай ауырып тұрмын, оған айып етпеңіздер. Кішкене мұрным өтеліп, анау. В общем, шахтаға барамыз. Так, мына бронямның бәрін алып алайын. Керек болады. Так, сыммен бас киім қалды. Достар, ең бірінші мен шахтаға бармас бұрын не істеймін деген ойдамын. Мен қазір мына картаны қарасақ, мына жақта бір құмдар бар екен. И сол құмдарға барып, көптеген құм алып келу керек, себебі мына үйге терезе жасау керек, былай шет-шеттеріне. Сондықтан мен қазір сол құм жаққа барып құмды әкелейін. Сонымен 1, 2, 3. Мен өзіме керекті песокты жинап алдым, достар, көріп тұрғандарыңыздай 1 стак песок мына лопатаның көмегімен. Енді достар, сіздерді бір көмек сұрамын келіп отыр. Мен осы выживанияға мынандай бір модты қосқам, Mapwriter деген. Бірақ что-то бұл жөнді істемейді. Мына жерде құмдар осылай көрінеді, ағаштар, джунглилер осылай көрінеді. Что-то непонятно көп тұрында, сондықтан егер достар жауап білсеңіздер, өтінем комментарияға жазып кетіңіздер, чопа-чом екен. Ал мен енді тезірек үйіме барып, в общем, барлығын дайындайын. Бірақ мына жерде енді бұлай маркер қойып жазса болады екен. Так, тексерейік. Енді базар жоқ. Маркер істейді екен. Мен мына 64 песокты 4-ке бөліп қойдым, чтобы қазір мына жерде стеклолар тез пайда болсын деп, чтобы керек болады. Так, енді достар, осыда шахтаға барамыз. Себебі өткен серияда айттық, мен шахтаға барғанды мен скоростный режимға қоямын деп. Енді қазір мен өзім асықпай шахтаны барып аралаймын, ал сіздерге бұл как-то скоростный режимда бір 17 минутқа қатты былай сыйғызам. Сондықтан мен енді не істеймін? Мен шахтаға кеттік. Static.
сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен мынаншама ресурс жинап келдім. Так, енді мына жердегі стеклоларды алып тастайық. Бірінші мына бәрін мына жаққа сала салайық. Керек еместерін. Так, мынау керек емес бізге. Так, примерно осылар. Енді қалғандарын бізге күйдіру керек. Так, рельстарды мына жаққа салу керек. Осылай. Так, тамақты салсақ, берік адымдар. Болды. И мына жердегі бүкіл стеклоларды ала салайық. Себебі бізге артық болады. И мына жерлерге так тен орды қоямыз. Алтынды қоямыз. Так, тағы немен қоямыз. Көппен ор бар. Так, қоя беру керек. Мынау үшеу, мынау 38 тал. Так, мына бір стак железаны. Так, маған қоя саламыз өте. Жарты осыға қоя салайық, артық болмайды. И достар, қазір біз мына стеклолардан стекловая панель жасаймыз. Опана, базар. Өте көп мөлшерде болды. Так, енді біздің міндетіміз мына жерге терезелер салу. Бірақ әзірше мен паням шешіп қойын. Так. Мында шешеміз. Болды, енді қазір біз өзімізге өте бір маңызды нәрсе жасауымыз керек. Ол бізде балта. Балта жасап алайық. Так, маяқтан железа аламыз. Так, 1, 2, 3. 3 железа бізге жетеді. Так, кіреберісте бізде терезе болмайды. И мына жерге бір терезе салайық. Осылай. Мінеке. Мына жаққа да бір терезе салайық. Керек болады. Опана, мінеке. Осындай терезе салдық, енді қалғандарын мен вообще қаяққа салатынын да білмеймін. В общем, кейінге қалырақ, кейін тағы да 2 этаж не болмаса тағы да көптеген бөлмелер қосқанда керек болады, міндетті түрде. Так, енді қазір біз не істейміз? Көріп тұрғандарыңыздай. Қазір мен осы үйдің подвалын салам. Подвал деген менде былай. Подвал ғой. Так, маны алып, мына жерге тасылайық. Опана. Өте тез пісіретін пеш екен. Қазір мына пештер тезірек дайындап болған соң біз осы железный пештерді алтын пешке айналдырамыз. Так, примерно мына жерден қазақ. Так, примерно высотасы ұзын болса характеристика. Достар, примерно осындай болады. Ол үшін бірінші біз лестница салайық. Так. Так, үшеу кетті. И осылай. Болды. Так, мына жерге былай 1, 2, 3, 4, 5. 5 лестница кететкен. Жарайды. Так, былай қазақ. Себебі бұл жерде достар көптеген эксперименттер жүргізіп, әлі бізде модтар көп, солардың барлығын зерттейміз алдағы уақытта. Өйстіп етіп шығамыз. Бірақ енді қазір мен өйстіп қазып жүргенше көп уақыт өткізеді. Сондықтан мен қазір пауза қоямын. Достар, мен бағана айтқан сияқты былай кішкене подвалды кеңейтіп, нормаль жаза қойып, мына жерге лестница жасап. И достар, сіздерге қазір бір айтатын жаңалығым бар. В общем, мен мына подвалды кеңейтіп жатқанда менің Майнкрафтым краш болып кетті, себебі мына
MapWriter деген модтан кесірінен ойдым десем, бірақ қарап отырсаңыздар, что-то мод түзелген сияқты, мына қараңыздар. Міне, в общем, нормально болған сияқты. Так, достар, көріп тұрғандарыңыздай уже мәссаған 36 железо бәрі дайын болып жатыр. Былай. Қазір мен айтқан уәдемде тұрам, в общем, мыналардың барлығын біз золотой пешке айналдырамыз. Кейін сосын сіздер жоқ кезде мен өзім алмас тауып, шахтадан өзім аралап, сөйтіп барлығын өзім кейін жасаймын. Так, в общем, екі нені алып алдым. Так, аяқтағыларды ала салайын. Мынаны кейін ете саламын. Так. Опана. Болды, енді мына 40 слиттер ала саламыз да. Қазір осының барлығын үстінен былай қаптаймыз. Опана. Так, тағы да бір 8 слиттік жетпей қалды. Оны қазір тез ұйымдастыра саламыз. Былай. Кейін достар, алмаз көп тапқан соң алмазындай да жасайтын боламыз. Алдағы уақытта енді оны бар. Так, мына құлап кетті. Так, мына бірі, екеу, үшеу, төртеу болған, анаяқта екеу болған. Так, и мына жерде мына 64 угылды 4-ке бөлеміз, 16-тан. Бұл достар, көріп тұрғандарыңыздай кішкене кеңейді бос орында. Аяқтан бұла қоя салайықта. Мына 2-ке бөлек себебі аяқтағы мыналарға да керек болады. Болды достар, көріп тұрғандарыңыздай бізде уже почти барлығы дайын. Мына 16-тан қоя салайық. Бізге артығымен керек емес ол. Так, достар, енді қазір біз не істейміз? Кішкене уақыт созу керек, кәдімгідей. Мына жақта бір достиженияларды көріп жүрейік. Қандай достижениялар бар екен бізде? Так, металл worker дейді. Так, бронза крафт ету керек достар бізге. Бірақ оны қалай крафт ету керек екен? Өкінішке орай білмеймін, бірақ сондықтан оны қазір былай ұйымдастырамыз. Так, мына жерде бронза дейміз. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай бронза деп едік. Мына жерде бронзовый слиток шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Оны біз жасау үшін бізге тен игнот пен коппен игнот керек. Так, бізде бар ма екен? Так, тен игнот мінеке достар 44 тал, 2 коппен игнот. База жоқ, екеуде бар екен. И бұны қазір былай тексеріп көрейік. Иә, бронзовый игнот. Бірақ что-то достижение орындалмаған сияқты. Қазір тексеріп көрейік. Достижение. Иә достар, достижение орындалыпты. База жоқ. Енді достар, қазір осылардан броня жасап көрейік. Менің ойымша бір жақсы броня шығатын сияқты. Енді сым. Міне достар, базар нет, броня. Көріп тұрғандарыңыздай. Атак жынды броня екен, базар нет. Так, енді қазір мен стойка жасайын. Менде мынандай каменная плита бар сияқты бар екен. И так, в общем, былай и мына жаққа қоямыз. Ну, енді базар нет, 9-ға 8, 7, 6. О, базар жоқ. Достар, көріп тұрғандарыңыздай керемет болды менің ойымша. Так, мыналардан басқалардан да неше түрлі нәрселер жасауға болады. Енді бірақ ол со временем. Асықпай. Мынадан броня жасауға болады екен. Неше түрлі. Мынадан да броня жасауға болады екен. Так, қылышын көрейік. Маған достар ең бастысы қылыш. Неше түрлі қылыш болса болады ең бастысы. Так, енді достар, маған берілген уақыт аяқталды. Сіздерге осы серия өте қатты ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Ең бастысы мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.